Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында екі қанаттан жасалатын балмұздақтың рецептін бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай, балаларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге сливка керек болады. Бірінші сәт осы сливкамызды блендердің көмегімен жай ғана осылай араластырып отырып, қоймалжың маса дайындайтын боламыз. Қоймалжың маса болғаннан кейін, оның үстіне бізге екінші зат, ол бізге сгущенка керек болады. Осы сгущенкамыздың жартысын ғана салып, тағы да жақсылап барлығын араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін мен жағдайында күшті дәм беру үшін осындай конфетті қостым. Осы теркені өткізіп конфетті ішіне қосып жібердім. Конфетін тағы да жақсылап араластырып аламын. Араластырып болғаннан кейін бізге мен үй жағдайында осындай йогурттардың ыдыстарын лақтырмай жуып алдым. Осы ыдысқа салып барлығын осылай салып шықтым. Немесе осындай стаканчиктер болсын, ыдыс болсын, кез келген затты салып осылай салып алсаңыздар болады. Үй жағдайында не бар, соны қолдансаңыздар болады. Және мен таяқша ретінде жағдайында сушидің ұзын таяқшаларын пайдаландым. Немесе ол жоқ болса, қасықты, кішкентай шай қасықты ішіне салып жіберсеңіздер де болады. Мені көріп тұрғандай осындай шай қасықтарды осылай барлығын салып шықтым. Одан кейін морозилькіге бір 5-6 сағатқа қойсаңыздар болады. Тез қатады, уайымдамаңыздар. Өте дәмді, өте тәтті болып шығады. Міне достар, менде осындай болып қатты. Ендігі кезекте сыртындағысын жайлап мен қайшым қайып алып тастадым. Одан кейін тағы да мен конфетті осылай теркіден өткізіп алдын ала дайындап алдым. Яғни сыртына әдемілігі үшін осылай барлығын батырып шықтым. Немесе керек емес десеңіздер, жасамасаңыздар да болады. Немесе үй жағдайында шоколадты кез келген нәрсені қолдануға болады. Міне достар, жасап көріңіздер, өте оңай. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Табиғи, таза жасалатын балмұздақ. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар, ас болсын сіздерге.